Жақында қазақ қызының ерекше ұзату тойында түсірілген видеосы желіде тарап көпшіліктің талқысына түскен еді. Видео кейіпкерлері 23 жастағы қазақ қызы Аружан мен 30 жастағы Корея азаматы Джой Қазақстанда танысып шаңырақ көтерген ұлтаралық жұп. Танысу оқиғаларын айтып отырып, ерлі-зайыптылар мұның тағдыр екеніне сенетіндерін жеткізді. Жұбайлардың танысу оқиғасын сұрап, екі елдің дәстүріндегі ерекшеліктер мен ұқсастықтар жайлы сұхбаттастық. Сақина тағып отыр. Меня зовут Джой, по-настоящему меня зовут Чоу Хи. Так как русскоязычным тяжело произнести мое имя, и друзья решили меня назвать как Джой. И с тех пор я остался и как Джой. Мне 30 лет, 91 года. Вся моя семья, мы переехала в Алматы в 2002 году. Закончил здесь школу, затем университет окончил в Москве. Потом отслужил армию в Корее 2 года. Потом приехал, обратно приехал сюда и теперь работаю у отца. У нас консалтинговая компания. Мы привлекаем корейских бизнесменов, чтобы они выходили на казахстанский рынок. Да, думаю, конечно, везде. Даже есть отличия традиций в Средней Азии. Допустим, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. 3 совсем разные страны, и у всех разные традиции. Может быть, как-то чуть-чуть по-другому выглядит. Скорее, конечно, да. И традиции разные, и, и менталитет может быть чуть-чуть разный. Узату и до узату. Лично я и моя семья, мои родители были, удивлены. То, что очень во многом похоже с нашими традициями. Может быть, чуть-чуть по-другому выглядит, но суть одна и та же. Саргасалу и Кудалык, в принципе, это по словам моих родителей, в их времена у нас то же самое было. То есть, даже сам процесс очень даже похожий был. И мои родители просто были удивлены, как так может быть похоже. Все-таки расстояние между этими двумя странами 4000 километров. И по истории у нас не было никогда никаких внешних политик и так далее. Но могу сказать, что эти традиции очень похожи. Менің есімім Аружан, мен 23 жастамын. 1998 жылы өмірге келдім. Алматы облысы Талғар ауданының тумасымын. Қазіргі таңда екінші дипломмен интернет-маркетолог болып жұмыс жасаймын. Ісімім жүргіземін, үйден жұмыс жасаймын. Және де қыздарға, әйел адамдарға арналған іш киімдер магазинім бар. Қазір корей тілін үйреніп жатырмын. Содан кейін спортпен айналысамын. Кішкентай кезімнен қатты кореян сериалдарын, фильмдарын, өлеңдерін қатты ұнатып көріп тыңдайтынмын. Сол кезде армандайтынмын, осылай күйеуім кәріс болса екен деп, Кореяда тұрсам екен деп армандайтын. Бірақ ол өскен сайын ұмытыла бастады. Бірақ кішкентай кезімдегі арманым орындалды десем болады. Мен негізінен сол ойлаймын, өйткені біз деген бірнеше рет кездестік, бірақ мүмкін даже өзіміз білмей қалған жерлерде де кездескен болатынбыз. Танысуымызға келетін болсақ, мен деген 2017 жылы құрбыммен клубқа барам. Сол кезде күйеуімді көріп қалам, түріне қарап ұнатып, досына барып айтам, мен таныстыршы осы жігітпен деп. Сол кезде досы күліп, бүгін оның көңіл күйі жоқ, бірақ мен саған Instagram парақшасын берейін, жазып алды, өзің ары қарай қолымен алып кет деп. Сол кезде Instagram парақшасын жазып алып, бір ескі суретіне лайк қоям. Содан кейін қарасам, мен де 1-2 суретіме лайк қойып, подписка жасапты. 2 күннен кейін қарасам, менен отписка жасап тастапты. Сол кезде ішімнен осылай әдемі қызды жоғалтып алдым деп.
ойлаймын да, тоже отписка жасап ұмытып кетемін. Содан кейін 1 жылдан кейін мен құрбыммен Таиландқа Корея арқылы барам. Сол кезде Корея арқылы қайтып Қазақстанға келе жатқанда аэропортта көремін. Бұрышта телефонын зарядкаға қойып отыр екен. Сол кезде маған қарады, мен адамдарды бір көргеннен кейін тез есімде қалып қалады. Содан кейін 1, 2, 3 жылдан кейін даже көрсем де есіме түсіп тұрады сол адам. Сол кезде сразу есіме түсіп, что-то онша емес екен. Таныспағанымға да жақсы болды деп өтіп кетемін. Сол кезде 1 рейспен келеміз. Менің алдымда 2-3 рядтан алдында отырады. Біз артыңғы жақта отырамыз. Солай 1 рейспен Қазақстанға келеміз. 1 айдан кейін құрбыларымызбен тағы да клубқа барамыз. Сол кезде өзі келіп менімен танысады. Содан кейін 1 айдан кейін клубқа барып танысып, сол 1 ай сөйлесіп, ары қарай уже ұсыныс жасайды маған. Содан кейін қыз-жігіт болып жүре бастаймыз. Как, может быть, моя версия, во-первых, насчет Инстаграма и насчет лайков, почему-то я ничего не помню. Хотя, в то время никто даже не подписывался, то есть у меня не было так много подписчиков никогда, поэтому я, в принципе, всех запоминал, кто подписывался, кто отписывался. К сожалению, я не помню такого. Дальше то, что было в аэропорту, да, тогда мы летели с гостями. У меня, то есть, было 10 человек, которые первый раз летают в Корею, поэтому еще до отлета 2 недели мы объездили всю Корею, по деловым встречам и так далее. Уставший такой был очень сильно. Все-таки клуб нас помог соединиться все-таки. Почему-то в тот раз прям увидел и все. Надо было подойти и сказать. После этого дня я тебе лайкнула, я тебе подписался, ты мне тоже лайк. Нет, не помню. И вот если можно было бы проверить всю историю моих лайков, то я бы посмотрел бы. Может быть, и сейчас заметно, она очень улыбчивая. То есть не стесняется показывать свои зубы. Всегда очень такая позитивная. Я сам, может быть, чуть-чуть реалистичный. Я всегда стараюсь смотреть и негатив, и позитив. А Ружан старается смотреть только позитив. И для меня это очень играет положительную роль. Поэтому, в первую очередь мне нравится ее улыбка и то, что часто улыбается, смеется. Ең бірінші ұнағаны, мысалы, енді клубтарда енді қыздар өздері біледі ғой, неше түрлі адамдар келіп танысады, бірнеше түрлі сөздер айтады, мысалы, көбісі енді ішіп алған болады. Сол кезде мен таңқалдырғаны ең біріншісі келіп, қалай айтсам болады, уважительно, сыпайы түрде сөйлеп, сыпайы түрде таныссам бола ма деген сұрақ қойып, сол кезде мен деген жоқ деп айтқанда да жарайды рахмет деп кет қалушы еді. Сонысы мен ұнады, өте сыпайы тәрбиелі адам екенін бірден көрінді. Содан кейін таныстым. Ең бірінші біз деген әке-шешелерімізді таныстырған кезде, сол кезде олар бірден ортақ шешімге келді. Мені алып кеткенше бәрі қазақтың салт дәстүрімен болады. Содан кейін алып кеткен соң бәрі жұбайымнан салт дәстүрімен болады деген ортақ шешімге келді. Содан кейін құдалықпен сырға салудың күнін тағайындады. Құдалықпен сырға салу 1 күнде болды. Сол кезде бәрі қазақтың салт дәстүрімен болды, бірақ мен деген көп комментарийларды оқығанда адамдар дұрыс емес түсінген сияқты болатын. Маған деген менің енем өзі атынан сол Корея халқының ұлттық киімін сыйлады. Сол кезде бәрі ойлады, араласып кетті, бірдеме болды. Жоқ, бәрі шынымен де қазақтың салт дәстүрімен болды, тек қана сол сыйлық қана болды. Сол кезде келгені жұбайымның ағасы бар. Ағасы, әке-шешесі келді. Содан жұбайымның досы келді. Солай 4 адам болып келді. Переводчик болды.
ал ұзатуда енді бүкіл туысқандары бәрі Кореяда болған соң осы карантинға байланысты жұмыстарына байланысты келе алған жоқ көбісі, бірақ осы жердегі ата-анасының достары және бизнес партнерлар келді. Былтыр болды ма? Иә, былтыр 31 октябрьде болды. Ағасы орыс тілінде сөйлейді және ата-аналары орыс тілінде сөйлейді, бірақ енді толығымен бүйтіп сөйлеседі деп айта алмаймын, бірақ бір-бірімізді түсінеміз және кішкене акценттері бар. Переводчиктің жоқ, переводчиктің қажет болғаны, переводчик қазақша тілге аударды, сол кезде кішкене әдемі, сонда әдеби тілде естілсін деп сол переводчикті шақырған болатын. Мне кажется, любое предложение, как для героини и героя, будет особенным. Но я предложил поехать в горы. Ну, это как глэмпинг, то есть не просто горы в природе, а глэмпинг, то есть там как бы специальный такой домик-палатка. Да, и как раз в то время по Инстаграму очень много было рекомендаций, все выкладывали видео, сторисы и так далее. И поэтому предложил туда поехать за месяц еще. И сразу же сказал, так как там очень такая романтическая обстановка, давай возьмем вино и красивую одежду, ну, в моем случае костюм и платье, и потанцуем, поснимаешь сторис и так далее. Сразу же я заказал лепестки роз, свечи и так далее. У меня был день сюрпризов, то есть, да, и такой, я уже говорю, что теперь у меня самый главный сюрприз для тебя. И потом сразу же с кармана достаю кольцо, сажусь на колени и признался. Жоқ, мен таң қалдым. Сол кезде білмеймін неге екенін, айтқан сөздерін естігенде жоқпын, жылап жібердім. Ұзақ уақыт бойы жыладым. Ол кезде 2,5 жыл болды. Мен негізінен енді жүріп бастаған кезде анама бірден айтқан болатынмын, осылай мен деген корей жігітімен жүріп жүрмін, сөйлесіп жүрмін деп. Анам жарайды, жақсы, ол сенің таңдауың деп айтты, бірақ маған деген сыйластығынан, көзқарасынан және де енді осылай неше түрлі сюрприздар жасайды, бір жерге барып қыдырамыз, тауларға көп шығамыз. Соны мен адам байқап, бірден ұнатып қалды. Содан кейін менің сіңілім мен бауырларым танысқан болатын. Олар деген вообще в шоке болып таң қалып келді. Сондай өзі мінезі жақсы, кеңпейіл, адамгершілігі мол адам деп айтып барған болатын ата-анама. Әкем енді әрине әр әке деген қобалжиды ғой, қобалжып, кішкене переживать еткен болатын. Бірақ одан кейін Джоймен өзі танысып, өзі сөйлескен соң бірден деген өзінің рұқсатын берді. Әрине олар деген маған әрдайым айтатын, сенің таңдауың, біз сені әрдайым қолдаймыз деп. 2020 жылы сол туған күні 29 сентябрь күні таныстым. Сол кезде маған бірден күліп, жылы сөздер айтып, күлкімен қарсы алған болатын. Ұрыссаңдар да сен жақта боламыз, Джой жақта ешқашан болмаймыз, сен жақта боламыз, сені әрқашан қолдаймыз деп айтқан болатын. Мои родители, в принципе, то же самое, всегда уважали мое решение. И так как мы жили с 2002 года, то есть мне тогда всего лишь было 10 лет, и наша семья уже тогда решили, что мы будем жить здесь как минимум 30-40 лет. Говорили, что могу жениться хоть на какую нацию, на какую расу, разницы нет. Главное, чтобы для тебя хорошим человеком был. Поэтому, и для меня, мне всегда нравились почему-то казашки. Как бы Алматы — это очень интернациональный город. Всегда я видел только казашек. Также и в Москве почему-то мне всегда почему-то сразу в глаза попадались только казашки. Да. Знакомство с родителями Аружан, как у всех, дрожали у меня руки, потели ладони, но
И мои родители, и родители Аружан, в этом плане я уважаю всех, потому что мы все относились друг к другу с уважением. То есть, несмотря на то, что мои родители нехорошо владеют русским языком, но мы находили общий язык. Я должен изучать казахский язык, так как мы будем здесь жить дальше. И когда будут дети, ну, и не только мама должна разговаривать на казахском, но и, конечно, я тоже, отец тоже. Поэтому не то, что я хочу, не хочу, а я должен. Мы просто планируем отдать детей в казахскую школу, потому что если он будет учить, ну, ребенок будет учиться в казахской школе, он будет по-любому знать русский язык, потому что он вне школы также может с друзьями, там где-то на курсах, где-то там, куда он будет ходить на тренировки, он будет разговаривать на русском языке. Ну и также дома постараемся, чтобы и на 3 языках, чтобы он разговаривал. Енді мен көптеген дорамаларды көрдім, өзім мысалы қызығып қараймын, ютубты қараймын. Сол кезде үйлену тойы рәсімі ол өте әдемі болады. Мысалы енді сериалдарды көрсетіп жатады ғой, былай европалық стильде жасайды. Бірақ содан кейін өздерінің ұлттық киімдерін киіп, әр үлкен адамға міндетті түрде тізерлеп тұрып құрметтерін көрсетеді. Содан кейін тағы ұнайтыны ол кішкентай бала 1 жасқа толған кезінде сол ұлттық дәстүрлік киімдерін кигізеді, ол кішкентай балаға өте әдемі көрінеді. Сол кезде тағы бір ұқсастық, ол 1 жасқа бала толған кезде алдына заттар қояды ғой, сол заттар таңдауы. Қазақтарда 1 зат қана таңдаса, Кореяда ол 3 зат таңдайды. Солай 3 зат оның болашағын шешеді деп олар сенеді. Үйлену тойы біз деген көктемге жоспарлап отырмыз. Енді бірақ ол бәрі карантинге байланысты, мысалы ковидқа байланысты, бірақ көктемге жоспарлап отырмыз. Кореяда болады. Және де Кореяда бүкіл мысалы үйлену тойлары тек 30-40 минут қана болады. Ол деген 20 минут сол бәрі мысалы шығып, сөз айтып, содан кейін құрмет көрсету, содан кейін қалған 10-15 минутты ол деген суретке түседі, бәрі сонымен бәрі бітеді. Ағасы өз мойнына алайын деп отыр. Бірақ ол айтты, мен деген ұйымдастырған келгені кішкене енді мен ата-анам болады ғой. Оларға да қызық болсын, сол естерінде ұзаққа қалсын деп. Кішкене енді казахский жағынан қосайын деп отыр, кішкене ұзағырақ қылып, ән мен билер болсын деп, кәдімгідей стол болсын деп, солай жасайын деп отыр. Сырға салумен енді құдалық біз айтып өткендей ол енді бірдей болды. Бірақ ұзату тойы енді қатты ұнады, әлі де айтып жатыр, ата-анасын достары да әлі айтып жатыр, ол өте әдемі рәсім, өте әдемі, мысалы қызды бөлек шығарып ал кигені, содан кейін бүйтіп шығарып салуы, бәрі әдемі болды деді. Қалың малды құдалықта берген болатын. Біз деген орташа тұрамыз, және де Джойдың ата-аналары, Джой бәрі орташа тұрады, орташа табыс табады. Қандай сома екенін айтқым келмейді, бірақ деген алматылық стандарт бойынша ол деген орташа сома болды. Жоқ, мен негізі ол TikTokта таралып кеткен болатын. Ешқашан ондай деген көптеген просмотрлар, лайктар, комментарийлар ешқашан жинамайтын. Сол бір күні ұйықтардың алдында сол видеоны сала салам. Содан келесі күні таңертең TikTokқа кірсем, мыңдаған комментарийлар, мыңдаған репостпен, мыңдаған просмотрлар жинап, өте таң қалдым. Қазіргі таңда 850 мың просмотр болды. Тойдан кейін салған жоқпын, біраз уақыт, осы жақында болды ол негізі. Нет, вообще. Ну, то есть людям, да, интересно было бы посмотреть, как интернациональная пара женится в Казахстане. Ну, чтобы так взорвало, для меня было как бы, таким шоком, хорошим. Маған деген өз қызындай қарайды. Кәдімгідей мен деген білмейтін сұрақтарым, білмейтін жерлерім болса, әрқашан сол кісіден сұраймын. Немесе звондап сұраймын, жазып тұрам. Үйіне барған кезде әрқашан жылу күлкісімен қарсы алады. Қарның аш па деп сұрайды. Я қарным аш десем тамақ жасап береді.
Сосын екеуміз тамақ ішіп, телевизор қарап отырамыз кейде. Өзінің әрине маған енді бәрі жаңадан ғой. Солай деген сен қобалжыма, әрқашан көмектесем деп айтқан болатын. Және де өзінің енді келін болып түскен кездегі оқиғаларын айтып отырады. Әрқашан кеңес беріп, ешқашан ауыр, ондай дөрекі сөздер айтпаған, қабағын түйіп маған ешқашан қарамаған. Және де сол кісіден мысалы корей тағамдарын жасауды үйреніп жатырмын қазір. Таңғалғаным, мысалы солай жасамаңдар, ол дұрыс емес деп сөйтіп айтып жатыр. Бірақ әр адамның өзінің өмірі бар, сол әр адам тек қана өз өмірі үшін жауап береді. Бірақ енді бәрін аузына қақпақ бола алмаймыз. Және де таңғалдырғаны енді балаларыңыз таза қазақ болмайды деп маған айтып жатыр. Енді мен тек қана өзім жайлы айтсам, әрине балаларымыз енді таза қазақ болмайды, ол әрине метис болады. Және де тағы да айтып жатқандары, мысалы қазақ еркек, мысалы басқа ұлттан әйел алса да балалар қазақ болады деп. Сол кезде мен деген таңғалғаным, ол мысалы балалар бәрібір де ол метис болады. Және де айта кетейін дегенім, Қазақстанда прям таза қазақ бар деп мен оны даже мен емес, историктарды айта алмайды. Өйткені қазақтар осы СНГ-да тұратын адамдар бәрі ол көшпенділер болған. Сөйтіп қан араласып, қан баяда араласып, және де Шыңғысхан келген бізге, содан кейін қан араласып таза қазақтар бар деп айта алмайды ешкім. Бірақ енді ұлт болған соң бәрі сөйтіп айтады. Бірақ мен олар ондай жаман комментарийларға вообще мән бермеймін. В первую очередь, когда наше видео взорвало в ТикТоке, я сразу же предупредил, как бы начал переживать за свою супругу, потому что уже тогда знал, что очень много будут хейтеров и в ТикТоке, в Инстаграме и так далее. Поэтому сразу же сказал, чтобы она на эти комментарии, конечно, может смотреть, но чтобы вообще не реагировала. Так как, мне кажется, этим хейтерам именно вот внимание нужно. Если ты на них не обращаешь внимания, они просто и не будут писать такие, скажем, гадости. А с нашей стороны, из моих знакомых, в принципе, никто ничего не... переживали, может быть, за кухню. Да, а как ты не будешь есть кимчи, корейскую кухню? Ничего, нет проблем тут, потому что корейскую кухню могу я готовить, а местную, европейскую, будет жена готовить. В чем тут проблема? Вообще я не вижу. Я үйреніп жүрмін, бірақ енді маған енем айтты, оған деген көп жылдар қажет болады. Өйткені Корейдің тағамдары өте көп. Мысалы бір суптарды алсақ, ол деген 100-ден асып жатыр, салаттарды алсақ, олар 1000-ға жетіп қалған. Сол себепті енді үйреніп жатырмын. Енді осы Кореяға ол планда тек қана тойға бару, содан кейін өзіміз бір аптадай қыдырып келеміз. Ал бірақ енді Қазақстанда тұрып, балаларымызды осы Қазақстанда өсіруді жоспарлап отырмыз. Бірақ енді біз деген осылай болады деп айтсақ та, неше түрлі жағдайлар болады өмірде. Бірақ деген Кореяда тұру әлі планымызда жоқ. Вообще собирались сыграть свадьбу в Корее весной, так как весна — это самый красивый сезон в Корее, и по климату. Так как с коронавирусом, с этим карантином никак не заканчивается вся эта плохая ситуация, так как еще в Корее сейчас прям самый пик коронавируса. То есть, будем надеяться, что через месяц-полтора будет улучшение, и сможем получить визу для родных хоружан. И дай бог, сыграем свадьбу в Корее.